баклажканың міне қақпақтары бар. Осы қақпақ өзімізге қажетті бұйымдар жасаймыз. Жарай ма? Қазір мына жыл мезгіліне байланысты сіздердің алдарыңызда міне тал, біреулеріңізде көкөніс, екіншілеріңізде бәріңіз маған назар аударып жіберіңіздер. Міне сіздердің алдарыңызда көкөніс, жемістер, талдар тұр. Осы талдарға біздер алдарыңыздағы суреттерге мына бізге керек емес бұйымдардан, яғни мынау не зат? Қақпақ, дұрыс айтасыңдар, қақпақ. Бұл нені қақпағы? Дұрыс айтасың, баклажканың қақпағы екен. Біздерде осы біздер суын ішіп аламыз да, шырынын баклажканы лақтырып тастаймыз. Енді үйлеріңізде ішкен шырындарыңыздың баклажкасының қақпағын осылай балабақшаға алып беріңіздер. Осы керек емес дүниелерден біздер әдемі қылып небір осындай жыл мезгіліне байланысты жемістер, көкөністер және талдардың жапырақтарын бәрін осыны қою арқылы біздер құрастырып бұйым жасаймыз. Сіздердің алдарыңызда қандай жеміс тұр? Клубника, яғни құлпынай. Сен осы қақпаққа құлпынайды бейнелеп маған жасақтап бере ғой. Сенің алдыңда қандай жеміс? Алма. Ендеше сен алманы құрастырып бере ғой осы қақпақтан, Кәне. Не құрастырдың қақпақтардан? Не құрастырдың? Ағаш құрастырдың. Ағаштардың жапырағы қандай болады екен? Қандай? Түсі қандай жапырақтың? Қандай? Қызыл дұрыс. Және қандай түс? Қандай түс? Жолтыйдың қазақшасы сары екен, қызыл және сары түс екен. Керемет. Қиярдың суреті, қиярдың түсі қандай? Қандай балдар? Жасыл екен, керемет. Сен Шәмина, мынау не зат? Сәбіз, дұрыс айтасың. Жақсы, жарайды. Азия, сен нені құрастырдың? Не суретін ол? Құлпынай. Құлпынайдың түсі қандай? Қызыл. Сен жасыл? Не мынау? Не зат мынау? Алма құрастырдың. Алманың түсі қандай екен? Мұнда қараймыз, қызыл екен. Керемет, тамаша.